Бүгінгі видеода Америка Құрама Штаттарына визаны қалай алды, қанша кетті және кім бізге көмектесті, самолетке билет және гостиницаға қанша ақша кетті, Нью-Йоркта затымызды қалай ұрлаттық, Нью-Йоркта бір күнге таксиге және тамаққа қанша ақша кетеді. Аэропорттан қалаға қалай жетуге болады? Біріншісі, аэропорттан қалалық метроға дейін өзінің аэропорттың метросы жүреді тегін. Бірақ қалалық метроға өткеннен кейін өзінің ақысы бар, шамамен $2. Аэропорттың өзінде метро бар екен, соған міндік нерде. Ішіндегі внутренний метро. Door is closed. Біз Нью-Йорктағы аэропорттан өзінің метросынан түсіп, Манхэттенға жүретін метроға мінейін деп тұрмыз. Соның қаяққа барамыз, не істейміз деп жүрген кезде мынақта кездесіп қалдық. Корнеймен таныстық. Hello, Corney. Hello. Thank you very much You're welcome. that you helped us get train. Yes, welcome to Yes. New York. We are first time in New York and very thank you. This is my brother. So thank you. You're welcome. Bye. Welcome to New York. Мұстафин Channel каналына қош келдіңіз. Менің есімім Қуаныш. Менің есімім Жұбаныш. Бүгін сізбен өте керемет қызықты видеомен бөліскіміз келіп отыр. Керемет саяхатпен және Нью-Йорк қаласымен таныстыруға дайындалыңыздар. Колокольчикті басып, подписканы басып, бізге поддержка беріп отырыңыздар. Сонымен видеомызды бастаймыз. Метрода отырсақ адамдар келіп анда түсеміз, бұнда мінеміз деп дүниемен. 42-ші метро үшін біздің Таймс Сквер. Тикет істей шығамыз, былай қарай шығамыз жолға қарай. Кеттір, мән олар қара. Мынақта ән кетіп жатыр ғой. Скрипкамен. Нью-Йоркқа келген кезде атмосферасы сезіледі, осындай творческий адамдар метрода өздерінің өнерлерін көрсетеді. Осындай метродан көп танымалы әншілер, танымалы скрипачтар, түрлі Мына тендер бар осында. өнерпаздар адамдар осы жақтан шыққан. Бұна емес сияқты ғой. Мынақта шығар, эксит. Залып тұр ғой эксит деп. Sorry. Не залып тұр ғой эксит. Эксит ағда деп тұр ғой. Нью-Йорк! Juba біз Нью-Йорктамыз. Нью-Йорктың тарихы оқиғалар мен бұрылыстарға толы. Оны әлемдегі ең қызықты қалалардың біріне айналдырады. Қала өз тарихын 1624 жылы голландиялық компаниясы Манхэттен аралында елді мекен құрған кезде жаңа Амстердамның голландиялық колониясы ретінде бастады. 1664 жылы қаланы британдықтар басып алып, Йорк герцогі кейінірек король Джеймс II құрметінен Нью-Йорк деп аталды. Бүгінгі таңда Нью-Йорк қаласында шамамен 8,5 миллион халық тұрады. Капиталдандыру бойынша ақштағы және әлемдегі ең ірі қор биржасы 2022 жылдың ақпанындағы жағдай бойынша $27 триллион құрайды. 1792 жылы Нью-Йорк қор биржасы құрылды. Эри каналы ашылғаннан кейін Нью-Йорк порты Атлант мұхиты жағалауы мен ұлы көлдер арасындағы жүктерді тасымалдаудың негізі орталығына айналды. Нью-Йорк тауар биржасы 1882 жылы, Америка қор биржасы 1908 жылы құрылды, ал Нью-Йорк Федералдық резервтік банкі 1914 жылы жұмысын бастады. Өстіп отельге келіп тұрсақ, бізге айтады, сендердің регистрацияларың жоқ дейді. Біз дейтін зәреміз кетіп, тұрстап тексеріп қараңызшы. Может быть, қате болған шығар деп. Жоқ, сіздің регистрация бізден өтпеген, вообще букингте вообще номер басқа дейді. Сөйтіп зәреміз кетіп, енді осындай елге бірінші рет келіп тұрмыз. Далада жүрміз, звондай қоятын досымыз жоқ, ағайынымыз жоқ, далада қалдық па деп зәреміз кетті. Енді істейміз деп дұрыстап телефонымызды ашып, адресін қарасақ, оказывается, біз басқа адрестегі отельге кіріп кетіппіз ғой. Сөйтіп адресімізді Google Map'ке жазып, сол адреспен келіп тауып алдық. Көп азаңа біз адасып кеттік, міне мынау гостиница болу керек. Мына гостиница кетіп осыған керек. Шертің қарды міне осы ғой. 2021 жылы біз 18 адам болып визаға тапсырғанбыз. Ол кезде Астанаға тапсырдық. Мен келіншегіммен, Жұбаныш келіншегімен, біздің мама болып, достарымыз келіншектермен, ағаларымыз болып, жеңешелермен сөйтіп барлығымыз тапсырдық 18 адам болып.
2 күн арамыз, 3 күн сөйтіп. 100% уверенность бар виза алуға. YouTube каналымыз бар, Instagram жүргіземіз, кәсіпкеріміз, счет ақшамыз бар, үйіміз бар, машинамыз бар, барлық связь с родиной бар, бала шағамыз бар, мектептегі оқып атқан жұмысымыз, бүкіл былай қарайтын болсаң, бүкіл жағынан бізде 100% былай гарантия бар. Мәз болып сөйтіп тапсырдық, Астанаға қараған адам болып ұшып барамыз, номер аламыз, гостиница аламыз, сон тамағымыз бар, жүрсің бар, бәрі расход, соның барлығын уверенно құртып жүрік, виза аламыз деп. Сөйтіп, виза тапсыратын күні бардық, топырлап ішіне кірдік, визаны аламыз деп уверен жүріп, сөйтіп консул офицердің алдына келген кезде, Кімге кім бірақ бізге береді деп та? кімге кім бірақ бізге береді деп. Бірақ ана консул бізден сұрады, қанша теңге табасың, компанияңда неше адам жұмыс жасайды деп сұрады. Америкада таныстарыңыз бар ма, қандай елдерде қыдырдыңыздар деп. Осы жерде мен сіздерге бір біздің қателігімізді айтып кететінім, оны бұл видеоның соңында айтам. This passport, which I booked it. Не. This passport, I have booked it. This my brother, yes. $716 yapalım olmuş. 3 күнге, 3 күн çıkar. Үстіне барайық, нөмірімізді алайық, сөмкелерімізді тастайық, сіз шығамыз. Там бар дейсіз не, Қамы дейміз, давай, қыдырамыз, жүреміз. Мынау біздің нөміріміз, келдік. Уютный жер екен, уютный жер болған мен кофе істейтін аппарат бар. Басасын маны салып, сливкең бар, кофе жасауға. Күшті, қуаныш келі істеп білейін деп кеше істеп мен таңғалып, мәз болып мынаны қайтып алдырып, әшейінде отырып. Жақта не бар? Жақта душевой, туалет, ракета, таза бәрі жақсы. Удобный очень. Кішкентай бірақ болады енді. Осы нөмір біз 3 күнге $710 төледік. Хилтон, Таймс-сквер. Классический Нью-Йорк дейсіз. Төменде міне, мына шыққан кезде мына жақтың бәрі, оң жақтан бастап бәрі. Мына Empire Building тұрды. Оң жақтан Таймс-сквер астына жер. Мына Таймс-сквер. Мына екі үйдің ортасымен бұлағыр ашсаң, сразу Таймс-сквер. Спорт қаралар. Сөйтіп Таймс-скверге шықсақ, улицадан қапталында осындай шоу болып жатыр екен. Нью-Йорктағы байлардың барлығы жиналып осылай машиналармен, суперкарлармен қыдырып жүреді. Себебі біз бұларды 2 рет пе 3 рет пе көрдік. Қалаң ішінде айналып жүреді. Осы улицада бір 3-4 улица бар, сол улицамен айналып жүреді екен. Жұбаныш екеуміз Таймс-сквердің ортасына келген кезде осындай көп адамдарды көрдік. Бұл кісілердің барлығы туристер. Бұл жерде туристерден де басқа местный таланттар өлең айтады, билейді, өздерінің өнерлерімен бөлісіп, сол жерлерде жаңа айтқандай социальный сеттерін қосып, стримдерін жүргізіп, осындай түрлі трюктер жасайды. Адамдар өте қонақшыл, кез келген адам түріңе қарап күліп, hello деп, hi деп, сондай эмоцияларын бөлісіп сөйтіп жүреді. Адамдардың өте позитивті настроение екенін сезесің. Таймс-сквердің улицасында өте керемет атмосфера. Себебі мына жерде бүкіл әлемнен жиналған түрлі елден келген адамдар қыдырып жүр. Әр адам өзінің көңілінде, әр адам өзінің эмоциясында, әр адам өзінің мақсатын орындауға келіп осылай фото-видеоларға түсіріп жүреді. Бұл Таймс-скверде әлемдегі ең қымбат роликтердің тұрған жерлерінің бірі болып келеді. Америкада жүрген кезде экзамен тапсыру керек болды. Сөйтіп Starbucksқа келіп, кофе алып, Жұбаныш мен қасымда күтіп отырды. Мен онлайн экзамен тапсырып, барлығын тапсырдым. Барлығы жақсы. Көшеде жүрген кезде сәл салқын болды, себебі біз көктемде бардық. Адамдар курткамен, шапкамен жүр екен. Осы прогулкаға шыққан кезде ойладық, Америкадан бір нәрсе алып кетейікші деп. Сөйтіп ойыма Nike кроссовка келіп, Nike кроссовка алуға бардық. Майкес деген супермаркет бар екен, киім сататын. Сөйтіп Майкестен кіріп кроссовкамды алдым. Өкінішке орай алып атқан моменттер видеоға түсірмеген екенбіз. Сөйтіп тамақ жеуге барған кезде біздің кроссовкамызды ұрлап кетті. Прикинь. Біз тамақ жеп тұрамыз. Міне мына видеода көрсеңдер, коробка қасымызда тұр. Тамағымызды жеп, пакетке салып мусорларымызды. Енді пакеттерімізді жинап қарайын десек, кроссовкамыз жоқ. Паника сөйледі. Оңға жүгіріп, сол жаққа жүгіріп қарайдық. Былай көрінген жоқ. Оның сосын артынан қуғындап милицияға арызданып жүруге тіпті уақыт болған жоқ. Сол себептен жынданып кетіп қайтып барып, бірақ осы кезекке ол Nike емес, Adidas'тың кроссовкасын алдым. $110. Сол кезде бізге консул барлығымызға отказ берді. Мама да түсінбей тұр.
Thank you дегенсің ғой. сосын тұрып та thank you, до свидания, непоняткіміз. Сөйтіп недоумение шығып кетеміз, настроение жоқ, отыр. Еще жаңа есептеп отыр ол кезде да консульский сбор бар қараған адамға. Сол айтып деген консульский сбор біз төлеген кезде $160 адам басына болды. Бірақ қазір $185 да. Адам басына $160 төледік. Енді ұшып келуіміз бар. Ақтауда тұрамыз біз, Алматыға, Астанаға ұшып бардық біз. Жаңағы тұрған үйіміздің, гостиницамыздың расходы бар 2-3 күнге. 23 адам болып тапсырамыз дедік, 18 адам тапсырды. Бәріне отказ алды ғой. Қалған адамның бәрі біз енді тапсырмаймыз. Біздің Америка біздікі емес деп білесің бе? Бірақ біз деген бірімізге қарадық қой бүйтіп та. Біз жеңілмейміз, кеттік. До конца по-любому аламыз деп. Статуя Свободаға бару үшін сізге автобусный турдың билетін сатып алу керек болады. Ол автобусный тур $100 тұрады. Нью-Йорктың ішіндегі 3 түрлі маршрутпен жүреді. Сол бір маршруттың біреуінде осы Статуя Свободаға баратын қайыққа мінесің. Ол қайыққа міну тегін, турдың ішіне кіреді. Сол қайықпен осы Статуя Свободадан айналып, саяхаттап келуге болады. Показывает кинокомпания TriStar Pictures. Статуя Свобода жайлы айтатын болсақ, кинодан қараған кезде үлкен сияқты, бірақ қасына келсең ол кішкентай, бар жоғы 93 метр екен. Оны Франция берген, Америкаға құрылған жылдары 1876 жылы, 1886 жылы аралығында қойып берген. Макарон сырымен, чикен, котлет, ас болсын. Нештен ішіп мынау? Екі? Осы екі тамақ? $30 бәрі. $30, 15-15 теңге. Міне Uber заказ бердік. Ожидайте возле Times Square дейді. Адрес жазылып тұр міне, театр. 656. Көшеге келу керек пе? Музейге баратырық, музейге. Міне келдім мен 656 ленкізіммен. Таксимге келіп жатыр. Жоба жүріп кетіп жүр. Отыр. В общем, мынау неше? $38 деді ма? Чайбой қалдырасыңдар ма дейді, чайбой. 10% қалдырып келеді. Такси өте қымбат екен. Бір точкеге $30 шамасында төлеп жүрдік. Среднем 20, 25, $30. Кейбір кездерде $40 төлеген кездер болды. Өте қымбат такси, сол себептен метромен жүрген өте тиімді екен. Метрополитен музейге келдік. Біраз адам екен, очередьте тұрайық. Метрополитен әлемдегі ең үлкен және 4-ші ең көп баратын өнер мұражайының бірі. Нью-Йорк қаласында орналасқан. 2018 жылдан бастап мұражайға еркін бару құқығы тек Нью-Йорк тұрғындары үшін сақталған. Қалғандарының барлығы үшін $30 көлемінде алым енгізілді. Мұражай 1870 жылы 13 сәуірде американдық бизнесмендер мен өнер сүйер қауыммен құрылған. Болды, өтті. Так, $65 чайбоймен қосқанда 2 билет. Онда сканермен өткізеді, 2 билет. Осының ішінде любой жерге кіре бересіз. Мынау бронзовый век дейді. 12 век до нашей эры. Мынау дейтін шит қой қара. Осы метрополитенге түрлі елден көп адамдар келіп зерттейді. Әлемге ең танымал музейлердің біреуі болып саналады. Мына бұтынандай сеткі ма сондай. Броня қоғыра, по-форма. Метрополит музейіне келдік, 2 адамға $60 төледік. Енді бағасына тұрады, керемет екен. Нью-Йоркта 3-ші күні болып жатырмыз, ұнап жатыр. Қазір метрополитен шықтық. Қуанышқа екінші тапсырған кезде оған уже одобрение берді. Настроениесі күшті. Мен сөйтіп тұрып тағы да бір айдан кейін тапсырдым. 3 сұрақ қойды, 3 сұраққа четко жауап бердім. Менен сұрады, қандай бизнеспен айналысасың деді. Әдемі интервью болды. Сонымен вам одобрен дейді. Бірімізге, келіншек екеуміз бірімізге қарап мәз болып. Сөйтіп біз визамызды алған жайымыз бар. Ал енді сол визаны біз 2-ші рет, 3-ші тапсырған кезде бізге көмектескен компания бар. Астына ссылкасын қалдырып кетеміз. Или жазып кетіңіздер. Біз сол менеджерлермен бөлісеміз. Визаны сізге алуға шансты көп қылып береді. Жұбаныш айтады, енді 2021-де тапсырдық, отказ алдық, 2022 болды, 1 жыл өтіп кетті. Жұбаныш айтады, Қуаныш сенде де тапсырып бара, может быть, саған беріп қалатын шығар деп. Сосын жарайды деп, как раз Алматыға көшіп келдік сол кезде. Сосын компанияның офисіне барып, келісіп, сөйлестік, сөйтіп келісім шарт жасадық, договор. Сразу айтты, біз дейтін сен гарантия виза алуыңа, алмауыңа біз бермейміз, бірақ біз саған жұмыстанамыз. Америкадан пригласительный шақырамыз. Басқа форумнан бізге шақыру билет алдыртып, сондай жұмыстар жасаймыз. Сендердің мақсаттарың просто барған кезде біз қалай сендер дайындаймыз, солай реагировать етулерің керек болады деп. Сізге тек керек болатыны тек мен Америкаға барғым келеді деп жазсаңыз, қолымыздан келгенше инструменттермен сізбен бөлісеміз.
сол қорықтым да, сонда да жүрегімде андай да отказ беріп жіберсе қайтемін деп тұрмын. Сөйтіп Қалима екеуміз тапсырдық. Қалима екеуміз келеміз да жаңағы неге отпечатканы алады. Отпечатка алғаннан кейін цель поездки деп сұрады. Цель поездкеде Америкаға дайындалардың алдында қалай дайындалдық, солай қорықпай, без паники, свободно өзімнің целімді айттым. Почему балдарыңды қалдырып баратсыңдар деп сұрады. Біз айттық, біздің мамамыз очень активная, спортивная, балдарды қараудан проблем жоқ дедік. Сосын таныстарыңыз бар ма деді. Таныс жоқ дедім. Қай қалада болады деді мероприятие, мен Чикаго деп жауап бердім. Сосын компьютердің клавиатураларын тықылдатып бір 10-15 секунд басып, біз ана жүрек дейтін басқан сайын жүрек соғып батыр. Ал қазір отказать ете ма, не болады білмейсің. Сөйтіп компьютерде отырып та бізге қарап, ребята, мы вам одобряем деді ғой. Біз Қалима екеуміз мәз болып, бір-бірімізді құшақтап, сөйтіп үйдегілерге шығып алып, үйдегілерге соғып, достарымызға соғып, сол жаңағы Америкаға қызығып жүрген адамдар бар ғой, соларға звондап, бізге визаны берді деп, телефонмен анаған звондап, мынаған звондап, сөйтіп мәз болғанбыз. Америкада негізінде өте қауіпті, себебі әр гражданинде үйінде өзі қару сақтауға мүмкіншілігі бар. Полиция департамент. Бірақ екінші жағы, осындай далада правоохранительный органдар көп. Полициясы бар, пожарниктер бар, медиктер бар, жан-жақта осылай тұрады. Кез келген кезде жәрдем етуге жетіп келеді. Маған Америкада не ұнады, не ұнаған жоқ. Ең біріншісі ол чайвый. Чайвый кез келген жерде чайвый қалдыруың керек. Кафеге барсаң да, ресторанға барсаң да, таксиге мінсең де, барған жерде чайвыймен жүресің. Үстіне 10%, 20%, 30%-ке дейін қалдырасың. Еще сұрап тұрады, оны бермесең. Не ұнаған жоқ, қандай көмек керек деген сияқты дәм етіп тұрады да, до конца. Сосын соңында сұрайды, намек түсінбесең. Сондай қызық жағдай. Екіншісі маған ұнамайтын, такси өте қымбат, сосын паркинг өте қымбат. Нью-Йоркта площадь аз, көлік өте көп. Сондықтан паркинг өте қымбат. Үшіншісі өте қауіпті. Америкада кез келген гражданинде заңды түрінде үйінде мылтық ұстауға болады. Статистика бойынша күніге 100-дің үстінде адам өледі екен қару-жарақтан. Сондықтан өте қауіпті. Осы 3 сат маған өте ұнамаған. Ал енді ұнайтын жерлері, барлық жерде система жұмыс жасайды. Автоматизированы барлығы. Өте инноватты, сондай адамдарға қарым-қатынастар жақсы, сұрақ қойсаң жауап береді сондай. Екіншісі, тұтынушылық қанағаттандыратын орта бар. Мысал үшін киім және тамақ қолжетімді арзан. Кез келген жұмыс жасайтын адам өзіне киім мен тамақтың қамти алады. Сосын түрлі социалдық программалар бар. Фондтар бар, жаңағындай бизнеске арналған фондтар бар, социалдық программалар бар, жаңағындай жағдай жоқ адамдар көмектесетін. Сол түрлі фондтар жұмыс жасап, сөйтіп жалпы средний класты, төмен класты поддержать етеді жалпы. Сол затын ұнайды маған. Сосын Жұбанышқа соқтым. Жұбаныш, сен алуың керек телефон. Ол Ақтауда, мен Алматыдамын. Жұбаныш, сен визаны алуың керек, бізге одобрить етті. Саған виза бермесе білмеймін, мен жалғыз өзім істеймін Америкада деп. Сөйтіп 2 айдан кейін ба, 1 айдан кейін ба Жұбаныштың да қайтадан собеседованиесі болады, келеді Алматыға. Сөйтіп ровно 30 күннен кейін кірдім. 31 айдан кейін. Сөйтіп Жұбанышта тапсырады. Сөйтіп екеуміз визаны алдық, мәз болып, сразу сол күні билет қарадық Америкаға. Сол билетімізді алдық, отырып план сыздым. Біз о жақта 24 күндей болдық. Қай күні қай қалада боламыз, қай күні ұшып келеміз, қай күні ұшып кетеміз, қай күні қай жерде боламыз, барлығын мындай Excel таблицаға толтырып, сол планмен жүрдік. Барлығы жақсы өтті. Енді осы өзіміздің саяхатымызбен сіздермен келесі осы видеода бөліскіміз келеді. Бұдан да басқа видеоларымыз болады. Бізге подписка басып, колокольчикті түртіп қойып отырыңыздар. Себебі жаңадан видео шыққан кезде сізге уведомление келеді. Біз 10 қалада болдық, Нью-Йоркта болдық, Вашингтонда болдық, Джексонвилл, Майами, Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Ирвайн, Пало-Альто, Сан-Франциско. Пало-Альто деген Кремниевая долина, Google, Apple'дар бар. Сол осы 10 қалада болдық. Барлығы керемет, Америка күшті, бизнес жасауға ортақ лайықты, адамдар ашық. Ең маңыздысы мен түсінгенім, біз Қуаныш екеуміздің түсінгеніміз, Америкада ақша көп. Реально көп. Біз теңгеге үйреніп қалған уақытта доллармен, доллардың отаны, үлкен кәсіп жасайын десеңдер, Америкаға барып, кәсіп жасау керек екенін біз түсіндік. Паузаға басып, ерінбей біздің еңбегіміз үшін лайк басып, көңіл бөліп қойыңдар. Себебі YouTube'тың алгоритмі лайк басылған просмотр көп видеоларды басқа адамдарға көрсетеді. Біз Жұбаныш екеуміз Empire State Building'ке баруға ниеттендік. Empire State Building Қытай кезімізден түрлі мультиктен, түрлі кинодан көріп жүрген ғимарат. Ол Нью-Йорктағы ең танымал ғимараттарының біреуі. Және де Empire State Building'тің көрінісінен
Нью-Йорктың бүкіл жан-жағы көрінеді. Бұл Empire State Building'ке міну үшін адам басына шамамен $60 билет сатып аласыз. Содан кейін лифтіге мініп жоғарға алып барады. Сол жоғарының үстінде кофе ішуге болады. Түрлі подарочный магазиндер бар. Сосын сол жерде көріністерге суретке түсіп, және видео жасауға күшті обзорный видтер бар. Керемет енді айтатын әңгімесі жоқ енді. Көңілден шықты. Рахмет Нью-Йорк саған. Көп эмоция бердің бізге. Ожидание реальность сондай болды. Арасында паузаға басып қойып, лайк басып, подписка баса қойыңыз. Сол кезде біздің рейтинг көтеріледі. Көп рахмет. Ал енді ары қарай қарай бер. Ең маңызды ұнайтын жер ол бизнес жасауға лайықты ел. Себебі бұл елде өте көп ақша. Сол себептен бұл елде бизнес жасауға өте ыңғайлы және ақша көп. Көбіңіздің сұрағыңыз Нью-Йоркқа қалай ұшып келдік және қанша ақша керек? Біріншіден ұшу уақыты 20 сағат алды. Алматыдан Франкфуртқа 8,5 сағат, Франкфуртта күту уақыты 3 сағат алды, ал Франкфурт Нью-Йоркқа 9 сағат кетті. Самолеттің билеттерін авиация сайтынан алдық. Нью-Йорк саласында келу үшін қанша ақша керек? Алматыдан Нью-Йоркқа ұшып бару келу адам басына $800 мен $1000 арасында. 4 жұлдызды қонақ үйін жалдау тәулігіне $250. 3 мерзім тамақтану $60. Такси бір бағытына шамамен $25 есептейсіз. Туристік қыдыруға $150 мен $200 шамасында ақша керек болады. Бір күн бюджет ұшып келуді есептемегенде орташа $600 шығады екен. Ал біздің 3 күндік турымыздың бюджеті $4300 құрады. Ол 2 адамға. Теңгелі есептегенде шамамен 2 миллион теңге. Аэропортқа түскен кезде, сол аэропорттың ішінде өздерінің американский сим-карта сатылады, мобильный связь. Оның ішіне 5G интернеті кіреді, ішкі қоңырау шалуға тегін да. Сол $100 тұрады, $50 сим-карта аласың, $50 абонемент сатып аласың, сол адам басына $100 шығады. Біз екеумізге $200 сим-карта алдық. Бірақ күшті болып жүрдік та, WhatsApp, Instagram. Бұл аэропорттан алмасаңыз, қаланың ішіне кіргеннен кейін регистрация жасау керек, өзінің процедуралары бар, алу қиын болып кетеді. Сол үшін аэропорттан алып кетіңіз сим-картаны. Да, дұрыс емес па? Сим-карта өте маңызды. Видеоны до конца қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Ешқашан ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Сау болыңыз.